экологиялық ашу дейміз ғой енді. Ол ашу деп ана бәрін қирату емес, ол ашу дегенде көрсетем, барам, істейм, қалмайым деген нәрсе дегенде пайда болғанда. Мына жерде күшті шекараларды қоя алатын болсаң, бірақ жеке өміріңде мүмкін қоя алмауың да мүмкін. О, мысалы, мен мына жұмысқа бармаймын, мен мына, біз сондай да бар ғой енді, иә. Жүрекпен таңдасаң, сені еш нәрсе қорқытпайтын сияқты ғой. Солай, қоғамдағы маңызды тақырыптарды көтеретін бағдарлама. Біз кәсіби психологпен бірге өмірлік сұрақтарға жауап іздейміз. Адамдардың шынайы өмірін талқыламау үшін біз танымал фильмдердегі кейіпкерлер мен идеяларды мысал ретінде қарастырамыз. Егер фильмді көрмеген болсаңыз, оқасы жоқ. Бұл жерде өмірлік жағдайлардың себептерін және олардың шешу жолдарын қарастырамыз. Адамдар және сезім туралы ашық әңгіме. Менің қасымда сезім платформасының кәсіби психологы Меруерт. Сәлем, Жанна. Қош келдіңіздер. Дәл осы жерде біз әлемдік кинофильмдерге сүйене отырып, психологиялық аспектілерді талқылаймыз. Дұрыс қой? Дұрыс. Бүгінгі біздің киномыз Эрин Брокович. Джулия Робертс ойнаған танымал кино. Бәріміз білеміз, бұрынғы кино, қай жылдары, енді 10 жылдай, 15 жылдай өткен шығар енді ол киноны түсіргеніне. Тіпті одан да көп шығар, иә. Жас ана туралы, 3 баласы бар, өзінің өмірін бір жақсы жолға түсіргісі келетін адамның әңгімесі, оқиғасы деп айтуға болады. Бір қызық нәрсе, бұл енді шынайы болған нәрсе, бұл кәдімгі өзі факт бар нәрсе кино, сондықтан оны әрі қарай қызық, одан да қызық талқылауға. Өйткені бұл жерде бір режиссердің ойы ғана емес, бір тауып іздеген, ал енді бір болған оқиға. Иә, мен айтқым келетіні, бұл жерде енді кинода бірнеше рет айтылады ғой, мен 2 рет мисс болдым деп. Сол кезде ойлайсың, негізінде бұл қыздың тағдыры жақсы бір тұрақты бір қыздың өмірі сияқты басталған, бірақ демек өмірдің бағыты бойынша жүре келе ол мүмкін дұрыс адамдарды кездестірмеген шығар деп ойлаймын. Өйткені Эрин Брокович 2 рет тұрмыста болған қыз, жас әйел, бірақ дегенмен ол да бір тек қана сабақ, тәжірибе болып қалған нәрсе да. Бұл жерде не айтпағым келгені, адам бір қателескен кезде, бір бала туған кезде қатеден, қате деп айтуға да болмайды бір жағынан, мысалы кейде біз адамды жақсы танымасақ, түрлі нәрселерге ұрынамыз ғой. Бірақ бұл жерде Эрин Броковичтің 3 баласы бар. Демек, әр адамдарды кездестірген сайын, махаббатқа сене берген сайын, бұл жерде бір қателіктің бар екенін көреміз да. Бұл енді түсініп тұрмыз ғой, бірінші баласы жастай. Өзі бала болған кезде, ол айтады ғой, мен арғарай оқымадым, өйткені ана болдым. Ана болып қалдым деген. Енді өмірі шыны керек, өмірі қиын болған шығар. Өте қиын. Өйткені біз енді кинода тек қана бір ғана үзіндіні көреміз, бір 5 жыл болсын деп. Ал енді оның алдында қанша болған қиыншылықтарды, оны біз көрмейміз, тек қана өзіміздің ойымызбен ғана табамыз. Әрине. Бұл жерде енді Эрин Броковичтің күнделікті тұрмысында қиналып, күнін көргісі келетін бір жағдайды көреміз. Да, я насчет работы по объявлению. Вам нужна хорошая внешность. Я никогда не работала в торговле. Жұмыс іздеп, балаларын тамақпен қамтамасыз ету, оған көмектесіп жатқан ешқандай туыстарын да көріп жатқан жоқпыз. Я всегда мечтала о медицинском колледже. Но я рано вышла замуж, родила ребенка, и можно сказать, что я упустила момент. Ешкім бұрынғы күйеулері де көмектесіп жатқан жоқ. Ол енді шын ғой, мысалы киноны алмасақ та, енді шын өмірді алсақ, мен білем, өте көп деген әйелдер, қанша біз қазақи көпшілік болғанымен,
көптеген әйелдер өздерінің жағдайын өздері жасап, өздерінің өмірін өздері жасап, ол шын ондай бар. Енді айтуға болмайды. Сондықтан біз Эрин Броковичті көргенде мен де ойлаймын, қасындағы былай досы да жоқ, мамасы да жоқ деген сияқты болып тұр ғой, енді туысқандары да жоқ. Мен білем, ондай әйелдер бар. Оларға енді қандай іште нәрселер болып жатады сол кезде? Қалай ойлайсың? Жалғыз ғой енді былай қарасам. Ешкімге сенуге болмайды деген сияқты ғой бір жағынан. Менің ойымша бұл жерде кәдімгідей Маслоу пирамидасына көңіл аударатын болсақ, Эрин Броковичтің бірінші сатыдағы қажеттіліктерін жабуға тырысып жүрген әйелді көреміз. Бірінші сатыдағы қажеттіліктер дегенде ол ұйқы, тамақ, қауіпсіздік. Ол үшеуде кішкене шайқалып жатыр нәрсе. Бұл шайқалып жатқан кезде оған әрі қарай келесі сатыдағы қажеттіліктер онша маңызды емес. Ол бармайды. Былай шыны керек, егер система дейміз ғой, егер адам, мысалы, егер бірінші сатыдағы жаппаса қажеттіліктерді, екінші сатыға өтпейді ғой. Әрине. Сен ұйқың дұрыс болмаса, жейтін тамағың болмаса, қауіпсіздік жағынан, мысалы, сен үйің болмаса, тұратын жерің болмаса, әрдайым сен ертеңгі күніңді қалай өмір сүрем деген ойлар кетпесе, әрине, ол келесі сатыға өте алмайды адам. Өйткені ең бірінші адамның қажеттіліктерінде жаңағы базовый потребности деген ең бірінші сатыдағы қажеттіліктерді соны жабу керек. Мысалы, ұйқым жоқ болса, өзіме сұрақ қою керек. Неғып мен ұйықтай алмай жатырмын? Ұйқым келмесе, білеміз, депрессияның да бір нелері бар. Бессонница деген, ұйқысыз деген нәрсе. Оны егер бірінші бір сондай сигналдары келіп жатса, қандай жолды, мысалы, далаға шығып, кішкене жүру, шаршау деген сияқты көмектесе ме? Ең бастысы адам деген осы бірінші кезеңде өзінің өмірін ретке келтіру керек та. Мысалы, бәріміз айтамыз, ұйқыны ретке келтіріңдер, дұрыс тамақтаныңдар дегенмен, өте жеңіл бір қарапайым ережелер болғанмен, көп адамдар оған бағынғысы келмейді. Ол аспаннан бір экзотикалық бір ережені күтетін сияқты да. Бірақ дегенмен, ең басты қажеттілік ол деген жақсы уақытында ұйықтап, уақытында ерте тұрып деген сияқты адам өз-өзін жақсы сезінеді. Өйткені ол биологиялық біздің программамыздың бірі ғой. Сондықтан да егер одан ауытқу болып жатса, әрине біз деген түрлі нәрселерге душар боламыз, көңіл күйіміз болмайды, жұмыста да жақсы қызметімізді атқара алмаймыз, көңіл күйіміз болмайды деген сияқты көптеген нәрселер пайда болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде Эрин Брокович енді қолынан келгенше бәрін жасап жатқанын көреміз да, кино басталғанымен. Сонымен қатар бұл жерде бір нәрсеге риза болатыным, андай балаларға қатты ашуланып, ызасын балаларынан шығармайды да. Өзі жаңағы жәбірленуші сияқты емес, кәдімгідей ересек адам ретінде түсіністікпен қарайды. А для вас? Чашечку кофе. Хорошо. Мам, а ты не ешь? Нет, мой адвокат повел меня обедать в честь победы, и я жутко объелась. Жаңағы тіпті тамақтануға барған кезде де ол деген түсінеді қазір ең маңыздысы мен балаларымның тамақтандыру. Мен соны ойлаймын ғой, мысалы, Эринді қарасақ, ол бір болмайтын, бір анандай арманды қуып жатқан әйел емес. Ол міне қазір маған мынаны жабу керек. Сен айтып жатсың ғой, Маслоудың бірінші сатысы. Осы кинода біз соны көріп тұрмыз. Ол ары қарай мен қазір бір өзіме бірдеме алғым келіп деген емес. Ол мына тамақ табайын. Мен ана не деген көреміз ғой, кинода бір үзінді бүйтіп жұмысты іздеп жатыр. Жұмысты звондайды, маған керек, маған мынандай. Ол мысалы мен мына жұмысқа бармаймын. Ой, мен мына біз сондай да бар ғой енді, андай кішкене таңдап, андай
искажениемен жүретін адамдар. Қазіргі менің шындығым осындай. Бірақ сонда Эринға бір қуанып қарайсың да, өйткені ол басқа жақта жүрген адам емес, ол осы жерде жүрген адам. Міне менің жабатын мынандай жұмыстарым бар. Осыларды мен қазір жасайын. Ары қарай енді арман болсын, ол пайда болады. Ары қарай сол пайда болып жатады. Біз көреміз. Бұл жерде кәдімгідей тіпті интервьюға баратын кезде де балаларын әйтеуір бір няня тауып соларға да тапсырып жатқанын көреміз ғой. Бұл кәдімгідей керемет батыр әйел деп ойлаймын Эрин Броковичті. Өйткені жаңа бір қолында баласы, екінші қолында маркер, сонымен қатар қолтығында әйтеуір телефоны бар, сонымен әйтеуір үйтіп бір тіршілік жасап жүрген әйел. Әрекетті туады дегендей, біздегі сол біз көріп тұрғанымыз бұл андай қатты рефлексияға ұшырамай, өзін сен айтып кеттің ғой, жәбірленушімін деп ойламайды. Мен ойлаймын, осы ең жақсы жол, егер қатты қиналып жатқан болатын адамдарға қазір мен осы өзімді жәбірленушімін деп, өзімді аяп, соған энергияны жаратқанның орнына әрекет жасау қалай деп ойлаймын. Мысалы, маған мынау істеу керек. Мен ойлаймын, шыны керек, мен өзімде адам болғандықтан әртүрлі нәрселер болды. Сондықтан андай қатты бір өзіңді, егер сенде бала шағаң болса, егер сенде бір кәдімгідей жабатын қалай өзің ответственность дейміз ғой, жауапкершіліктерің бар болғанымен сен қатты өзіңді аяп кете алмайсың да. Бірақ ондай да бар, әрине адамдар ұмытып. Сол кезде сен айтып жатсың ғой, қызық, ол балаларына ешқандай жаман сөз айтып, ұрыс айтып жатқан емес. Өйткені менің ойым, өйткені ол андай кім кінәлі деген сұраққа іздеп жүрген жоқ. Ешкімнің кінәсі жоқ, осындай өмірім бар. Осы өмірді мен қалай өзгерте аламын деген сұрақ қойып жатыр. Оның қай уақытта сен, мысалы, психолог ретінде киноны қараған кезде, мына трансформацияның, әрине трансформацияның жолы үлкен. Ол бір сәтте болып қалатын нәрсе емес. Бірақ осы кинода мына бір сатыдан екінші сатыға өткенін қай жерден, мысалы, өзің ойланып, осы уақытта, мысалы, біз көріп тұрамыз, ол бірінші бір тамақ табу, әйтеуір қарыздарды жабу. Сосын басқа бір Эринді көріп жатамыз. Ол біз кинода кәдімгі трансформацияның бүйтіп көріп қараймыз ғой, көреміз, қалай өзгеріп жатқан. Сол бір сәттің есіңе бар ма? Қалай ойлайсың? Менің ойымша, Эрин күнделікті өмірде өзінің мінезін жақсы трансформациядан өткізді деп ойлаймын. Жақсы трансформация дегенде, әр объявленияда, жарнамаға звондаған сайын, ол деген отказ алады, қарсылықтарымен жұмыс істейді. Сондықтан да бұл жерде, ой, болды, мені ешкім жұмысқа алайын деп жатқан жоқ, болды, мені ешкім алмайды, ақша таба алмаймын деген емес. Ол бәрібір қоймай, сонда да бір тіршілік жасап жүрді. Сол кезде мен ойлаймын, жаңағы сені бір интервьюға шақырған кезде, ол уже оны кәдімгідей үлкен мүмкіндік ретінде қабылдап отыр да. Ол бір. Екінші, мен айтарым, жаңағы менің ойымша Эрин іштей өте дана әйел деп та. Өйткені мен ойлаймын да, мысалы, мен Эриннің орнына мен өзімді қоятын болсам, мен ойлаушы едім, мысалы, менің ер адамдармен дұрыс қарым-қатынасты құра алмадым. Окей, 3 балам бар. Мүмкін отбасы жағынан мен сәтті болмасам, ең болмаса, осы жұмыста, кәсіпте неге мен сәтті бола алмаймын? Бұл жерде кәдімгідей адамның іштей ашуы пайда болады. Сонымен қатар осы жерде бар күшін салып, өзінен не қажет етеді, соның бәрін алдыға қойып, жұмыс жасап көрсету, өзін көрсету. Мен есіме түсіп жатыр да, сен айтқан қазір ашу деп, машина қағып кетті. Содан
айтып кеттік біз андай бағдарламамыздың ана жақта настройка болып жатқан кезде біз сөйлестік, сол кезде айттық ол сотта отырған кезде менің екі күйеуім болған дегенде кәдімгі сынға түседі. Сонда бізде күліп айттық қой деп адамдар. Вам бывший муж помогает? Который? Он у вас не один? Да, их два. А что? айттық бұл Америка болсын, Қазақстан болсын, әйтеуір екі күйеуің болса, бұл біткен адам екен деген сияқты нәрсе болады екен. Сонда кәдімгі бір сынға түседі. Адамдар қарайды, өзінің жағдайы бәрі болмай жатыр, жолы болмай жатыр. Сонда ана келеді ғой жұмысқа кіріп, өзі своевольно жұмысқа кіріп алады. Сол кезде ана айтады ғой, мен сіз көрсетейін, сіз мені қумаңыз, мен қалам осы жерде деген сияқты. Содан андай бір өте қызық нәрсе, қызық үзінді ғой. Но у нас Враки, полный штат, если бы и у я вас был никак- полный штат, звонок клиента не остался бы без ответа. Я умна, я старательна, трудолюбива, и я не уйду, пока вы не возьмете меня. Бүйтіп, мен сондаймын, мен сұрай алмаймын енді, алсаңшы, сұрай алмаймын мен енді. Сол кезде ол да бір өзінің қиын жағдайда екенін ашық айту ғой. Бір жағынан. Қанша десе де ол сұрай алмаймын, маған керек бұл жұмыс деп. Бәрібір айтып жатыр ғой енді ол ана өзінің қанша былай андай гордость деген сияқты, өзінің қатайып ұстаған әйел болғанымен, ол сол жұмысқа алған адвокатқа кәдімгідей өзінің шынайы қазір жағдайым болмай жатыр деп ашады. Мен соны ойлаймын, сол кездегі ол трансформацияның екінші жолы болды деген. Өзіме қараймын да, өйткені ол ашу болды. Сен айтқандай, ашу ол өте жақсы эмоция деп ойлаймын, шын керек. Маған айтып кетті қазір, көп сөйлеп кеттім. Маған бір айтқан, ана бала туғанда, мысалы бала болады ғой адамның, әйелдің ішінде, соға шыққанда ол өзінің айтады, бір гормон ба, сондай ашу сияқты. Ол янская энергия дейді, еркекке сай. Андай кәдімгі ашуланатын. Сол кезде бала шығады дейді. Егер бала инь энергиямен шықса, ол шықпайды дейді. Андай ол шығамайды. Сонда кәдімгі бір сатыдан екінші сатыға өту үшін іште бір ашу болу мүмкін. Андай экологиялық ашу дейміз ғой. Ол ашу деп ана бәрін қирату емес. Ол ашу дегенде көрсетем, барам, істейм, қалмайым деген нәрсе дегенде пайда болғанда, адам деген бір кезде өзі байқала, бәрі өзгере бастайды. Мысалы, Эрин Броковичті сол жерде біз көреміз, ол ашуланды. Ол айтады, мына өмір деген батпай жатыр, онда мен бәрібір қалмай істейм деген сияқты. Эриннің мінезі өте қызықты. Өзі өте андай эмоционалды, кез келген бір сезімді сезсе, сразу бетіне лап етіп айта салады да. Бір жағынан маған ұнайды ондай адамдар, өйткені ішінде жамандық нәрсені сақтамайды да. Екіншіден, әрине бұл енді қоғамда кейбір жерлерде енді тоқтайтын сәттер болады да. Ол жерде тоқтай алмайды. Сондықтан да оны адамдар бірден көрген кезде ойлайды да, мынау деген истерикада өзін ұстай алмайды. Ал екіншісі тағы да ойландыратын нәрсе, андай сөзге өте өткір әйел. Бетіне тақ еткізіп айта салады да. Сол кезде адамдар өте қатты сасып қалады ана айтқанынан ше, өйткені жаңағы бастығы да көп жағдайда бір өте ыңғайсыз бір жағдайға түсіп қалады ғой ананың сөзінен кейін. Сосын жаңағы жәбірленуші дегенге қайта оралып көрейікші. Мысалы, мен бір сол моментті жәбірленуші ретінде естігенім, жаңағы ана бір жігіт болады ғой қасында, көрші болып келетін. Түнде мотоциклді қатты дауысын шығарып, сөйтіп далаға шыққан кезде ана жігіт танысқысы келеді Эринмен. Сол кезде Эрин, мен ойымша, кішкене жәбірленушінің сөздерін қолданған сияқты болып естілді маған. Өзін аяп деген сияқты ғой. Ал не істейсің, мен осындай өмірім деген сияқты, сені енді бүкіл әлем оған қарсы сияқты сөйлейді да.
Сосын ол еркектерге көңілі қалған әйел ғой. Әрине. Мен қазір 2 балам, 3 балам бар, сен менімен жүресің ба деген сияқты. Енді ол да өтірік емес қой енді. Мен білмеймін енді. Кім айтады? Мен білмеймін. Досым айтқан деген сияқты. Досымның досы деген сияқты. Ол мысалы еркектер егер әйелдің бала шағасы бар болса, кейбір еркектер оған жолағысы келмейді, оған ары қарай да әңгіме соққысы келмейді. Егер ол дұрыс айтып жатқан жоқ болсақ, сіздер жазыңыздар, сіздерде қандай ойларыңыз бар. Өте күшті айттың негізі. Шынымен де біздің қоғамда көп жағдайда, ой, қойшы, оның баласы бар, не істейсің оны деген сияқты әңгіме айтады ғой. Немесе саған не керек, ол артық бір жауапкершілік, ертең бір нәрсе болып қалса деген сияқты. Бізде әрдайым бір қорқыныш сезімдер болады, бірақ негізі жүрекпен таңдасаң, сені еш нәрсе қорқытпайтын сияқты ғой. Соны мен ойлаймын ғой, сол Эрин неге ол сол кезде триггер сияқты болып қалды ғой ана. Өйткені біз енді кинода тек қана сол еркекті көрсетеді. Өмірде әрине әдемі әйел, өзі тартымды, бүйтіп киінетін, өзін жақсы көретін әйел. Әрине оған өте көп еркектер, мен ойлаймын, шын бұл оқиғада көңіл бөлген. Бірақ олардың көңілі тек қана осы кәдімгі бір потребительский жағдай, осы әйелдің несі сияқты емес, ол оған кәдімгі дос болуға емес, сондықтан оған андай ана еркек келгенде мен ойлаймын оған триггер болып қалды. Сен де сондайсың ғой деген сияқты. Бірақ ол сондай болмай қалды. Болмай қалды. Болмай қалды. Бірақ мен өзім ойлаймын да, мысалы Эрин Брокович бір жағынан инфантильді позициясын қайдан көрем? Мысалы өзі мисс болған. Демек, ол әдемі, өзін күтіп үйреніп қалған қыз. Сонымен қатар, сенің 3 балаң пайда болды. Сондағы сенің жаңағы рөлін мистан жаңағы әйелге бұрылу рөлі өтпей қалды. Әлі де мини-юбка, әлі де ашық көйлектерді кию. Бірақ оған қарамастан, оған ол ұнайды. Сондықтан да бұл жерде енді режиссердің да айтпағы, осындай Эрин Брокович, қабылдандар. Осы. Ол деген мини-юбка кисе де, ол оның кәдімгідей адамгершілік қасиеттерін кемсітпейді. Наоборот, оның басқа жақтарын өте айқын, ашық көрсетіп тұр. Сондықтан да бұл жерде де көп ойландырады, андай енді біз деген енді үйреніп қалғанбыз ғой, енді әйел болғаннан кейін сен уже басқаша киінесің. Сен уже 15 жастағы қыздың киімін кие алмайсың. Тіпті 50-60 жасқа келген кезде бір түрлі киінген жас қыздардың киімін киген әйелдерді көрген кезде бізде бір түрлі сезінеміз ғой. Енді бізде сол сынамаңдар деген сияқты нәрсе өзімізге де айтамыз ғой. Өзімізде де ұстаймыз. Неге біз, мен ойлаймын, мен де мысалы шыны керек, бұл киноны қарай бастадым. Сосын ана енді киіміне көп көңіл бөледі ғой, ана бастығы да, ана әйелдер де. Сосын сен де бүйтіп қарайсың, ойлайсың. Тіпті тиіседі ғой жұмыста, сен басқа киінген жоқсың. Сонда мен бірақ қараймын да, сосын андай нормально ғой киім. Бір жағынан, бірақ оларды да түсінесің, өйткені ондай батыл адамдар өздерінің ойларын, өздерінің вкустарын қорықпай көрсететін адамдар, ол батыл адамдар. Оларды мен ойлаймын, біз кәдімгі неге сен сондайсың? Бәрі сияқты болу керексің. Сен шықпа андай шекарадан деген сияқты. Сондықтан адамдар ол оған емес, өзінің істей алмаған нәрселерін көреді. Өзінің бәрі айтады ғой, енді әркім өзінің өміріне бәрібір қарайды, бірінші ретінде. Сондықтан бұл жерде Эринға мен өзім ойлаймын ғой, бүйтіп қарадым. Мен де андай өзіме сұрақ қоямын да, дұрыс қалай енді басқаша кішкене болса ол. Бірақ оған өзіне ұнаса, ұнап тұр ғой. Болды. Басқа сонда шын ғой. Ана аяқтағы өкшенің өзін айтсайшы, 3 баламен үлкен өкше кию, ол кәдімгідей үлкен батылдықты, жігерлікті, күшті қажет етеді ғой, ол деген жүре алмайсың ондай көп. Ол мен өзімнің кейсімді айтайын, өзім 2 балам бар ғой, мен туфлиді өте жақсы көремін.
Мгм. сонда маған көп айтады, мен енді көп жұмыс істеймін ғой, көп жүремін, и кәдімгідей туфли киемін, өкшесі бар. Сонда менің бірге жұмыс істейтін адамдардың, достарым болсын, олар айтады, шаршамайсың ба, қалай сен солай жүресің? Бір баланы көтеремін, мен айтамын, жоқ, мен өзімді өте күшті сезінемін. Егер мен бір күн, 2 күн, 1 апта болсын тек қана андай жай табан аяқ киім кисем, өзімді бір жаман шын керек. Маған кәдімгі бір андай өкшесі бар киіп, кішкене шығып Әйел сияқты сезінемін өзімді десейші. күшті ұстаймын да сол кезде. Өзім ойлаймын, бұл да бір не емес, өзімді қинайтын нәрсе емес. Мгм. Ал ішіндегі бір қалай енді бір қатты айтып кетпейін енді, бірақ ана бала болмаған кезде сол кездегі өзімнің өмірімнің жалғасы. Мысалы, бала пайда болды, бітті, мына өмір бітті, мен басқа өмірді бастаймын, тек қана жай табан, тек қана жабық нәрсе деген кимеймін деген емес. Мен өзімнің өйткені ол жерден келе жатқан армандарым да бар, ол жерде бір ойларым да бар. Оларды Әйел ретінде сезінді ғой. тек қана мен ана болдым, мен әйел болдым, ол бірге болып жатқан нәрсе ғой. Сондықтан өзіме ойлаймын да, енді мен түсінемін оны. Өйткені кәдімгі жақсы киіну, өзіңді жақсы... Күшті тақырыпты қозғадық. Мен бірақ таң қалдым, мысалы, сен жақсы көресің ғой, сенің темың ғой, андай шекара. Сонда осы үзінді кезінде ана айтады ғой, егер сен ұнағың келсе, енді киіміңді ки дегенде. Сол кезде ананың аузын жауып тастайды ғой. Иә. Сонда мен айтамын, бұл шекараны деген четко границы қойды ғой. Я думаю, вам следовало бы по-другому одеваться. С какой стати? Кажется, кое-кого из девушек смущает слегка ваш внешний вид. Неужели? Менің киімім, ол менің киімім. Өйткені, мысалы, егер біз шынайы өмірде біз қазір алсақ, мысалы, мен жұмысқа кірдім, өзім қиналып жүрмін, әйтеуір жұмысқа алды, ойбай, қанағат боласың, бастық келді, басқа киімге, біз не істейміз? Әрине, жарайды дейміз. Бұл киімді мен кимеймін деп бүйтіп кетеміз ғой. Әйтеуір бастықтың жағдайын жасаймыз, қазір айтты ғой, ойбай, бұл бастық айтты. Ал бұл жерде мен а что, так можно? деген сияқты. Сонда қандай күшті өзінің шекарасын қойып тастады. Өйткені бұл жерде мен ойлаймын да, жаңағы ақшта енді көп үйретеді. Жеке басты нәрселерге адамдар енді кішкентай кезінен үйретеді. Оны талқылауға, кемсітуге болмайтын екен. Бірақ дегенмен бұл жерде шекара деген ол шексіз тақырыпты. Мысалы, сен мына жерде күшті шекараларды қоя алатын болсаң, бірақ жеке өміріңде мүмкін қоя алмауың да мүмкін. Немесе жаңағы енді ана жігітпен уже қарым-қатынастары күшті болып жатып келе жатқан кезде жұмысы да өте керемет бір деңгейге шығып, бағыты күшті болып келе жатқан кезде, ана ер адам уже әңгіме айтып бастайды ғой. Сен үйде жоқсың, балаларға мен қараудан шаршадым, сенімен әңгімелескім келеді деген сияқты. Сол кезде Эрин айтады. Жаңа жігіт айтады ғой, ол жәбірленушінің жаңағы сөзі. Мен мына жүзікті жақсы сөз айтқанда ғана берем деп ойладым деп айтады. Я решил, подарю их, когда Эрин скажет или сделает что-то приятное. Знаешь, сколько я ждал? Целых полгода. Бір керемет, бір үздік сәтті таңдап, сол кезде беремін деген ойда едім. Ал енді мен қазір кетіп бара жатырмын, мен кететін шығармын. Өкінішті ақ осы сәтте бергенім деген сияқты. Сол кезде манипуляция, оның ішінде бәрі бар ғой, манипуляция. Оны бірақ тойған, Эрин тойған ғой. Эрин уже тойған, ол жерде уже көреміз жаңағы Эрин айтады. Айналайын. Саған дейін көптеген ер адамдардың, солардың не қалайтынымен жүрдім. Ал енді мен өзімді таңдайыншы. Кеткің келсе кете бер. Мен жұмысымды тастамаймын. Мен мына жұмысым өте керемет. Өкінішке орай өмір бақи мен сол ер адамдардың айтқанымен жүрдім.
көрдің бе қай жерге келгенімді иә деген сияқты. Оны бірақ шынайы түсінесің да, енді 3 бала туу деген, ол деген енді ер адамдарға сеніп істеген іс-әрекеті ғой енді. Мысалы, ой, жақсы көремін десе, сене бергенге. сенеді, иә. Бірге бағамыз, бірге қараймыз деп болды, бәрі нормально болады деген сияқты. Ол да тұрмыста өте көп нәрсе ғой, көп жағдайларда ондай ситуациялар көп. Бірақ осы жерде риза болғаным жаңағы жеке өміріндегі шекараны ретке келтіру. Жаңағы манипуляцияларға қарамастан өзін таңдауы. Ол Маслоуда қай жақта тұратын сәті? Екі. Самореализация. Самореализация. Ол енді... Или үшінші саты ма? Әйтеуір 2 мен 3-дің сатысының бірі. Ол арғарай жол ғой енді. Мысалы. Сонда Эрин, былай қарасаң, экологиялық түрде Маслоудың пирамидасымен арғарай дамып жатты. Мен өзім ойлаймын да, жаңағы жеке өмірде өкінішке орай кейде кепіл жоқ. Қанша керемет болсаң да, қанша мінсіз болсаң да, бұл жерде кепіл жоқ. Ешкім кепіл бере алмайды. Сен мынандай бақытыңды кездестіресің, керемет осындай балаларды туасың, керемет мынандай үйде тұрасың, ешқандай проблема болмайды деген әңгіме жоқ бұл жерде. Осы жерде де айтып кететінім, көп қыздарға, ер адамдарға кәдімгідей қатты иллюзияға берілмей, өмірге деген кішкене реалистично қарау керек та. Өйткені кепіл тек қана сіздің ішіңізде. Сіздің біліміңіз, сіздің ертең күн көретін әрекеттеріңіз, соның барлығы, бұл кино не деп тұр? Сен өмірге келген кезде, сен өзіне ғана жауаптысың. Ал балалар, әрине, олар саған қарап тұрған балалар. Ол сенің іс-әрекетіңнен пайда болған адамдар. Бұл жерде жаман деп тұрған жоқ, бірақ енді ол Эрин Брокович болды, мен күшті жұмысқа тұрдым, все, до свидания, кеттім демейді ғой енді. Ол деген кәдімгідей балаларына да әрі қарай жетілдіріп, өзінің отбасына жағдайын жақсартуға күш салып жатыр. Күш салып жатыр ғой. Бұл да бір не ғой, бізде социум айтады, мысалы, ол да мысалы ана еркекте айтады ғой, сен ана балаларға қарап атқан жоқсың, өзінің өмірің жасап жатсың, білмей жатсың, анау істе. Ол да түсіну керек, жалғыз бағу, баланы бағу. Ол да бір жақтан, мысалы, мен керемет ана болам, 24/7 деген сияқты күнімен түнімен, бірақ онда егер тамағы, несі, ақшасы деген, ол да өте маңызды нәрсе. Сондықтан ол күшті сөз айтты. Олар ертең, мен сенемін, олар мені ертең түсінеді. Соны айтты. Егер шыны керек, енді 3 баланы бағу, Америка болсын, Қазақстан болсын, қай жер болсын, 3 баланы аяғына тұрғызу, ол кәдімгі бір жұмыс. Ол енді бір жағынан оны сынға түсіру деген, ол енді басқа бір нәрсе ғой. Сондықтан бұл жерде енді ол Эрин Брокович өте батыл әйел деп айтуға болады. Өте керемет, сүйкімді әйел. Мысалы, мен ойымша, көп әйелдерге кәдімгідей мысал әйел да, мысал ретінде келтіретін әйел. Балаларың болса, ол осындай рефлексия емес, өзіңді аяған жолға түспей, ал жұмыс істеуге, әрекет істеуге, іске істеген. Бұл кинода айтып тұрған жоқ қой, мен мына балаларды не үшін тудым, ана еркектіге неге сеніп қалдым, анау-мынау деп тұрған жоқ. Бұл жерде кәдімгідей тек қана әрекет. Тіпті жаңағы кепіл жоқ дедім ғой, бірақ кепіл жұмыста бар. Кепіл сенің іс-әрекетінде жасаған жұмысыңда әрдайым бар. Сондықтан да бұл жерде есеюдің белгісі деп ойлаймын. Ол кәдімгідей жаңағы жергілікті адамдармен таныса отыра, менің ойымша, кәдімгідей үлкен ләззат алды деп ойлаймын. Бірінші, екінші, ол есейді жаңағы адамдармен бірге. Сол адамдардың ішінде өзінің травмасын көрген сияқты. Ол не деген? Мысалы, Эрин көптеген жағдайда бетін қайтаратын ситуацияларға көп кездестірді ғой. Мысалы, өзі жұмысқа барғысы келсе де оны алмай, қанша балаларың бар десе, ой, жоқ, сізді ала алмаймыз деген сияқты көптеген отказдар болды. Ал енді жаңағы
жергілікті тұрғындарды кездестірген кезде менің ойымша ол өзін сол адамдардың ішінде көрді. Өйткені олар да жаңағы үлкен корпорациямен күресе отыра әрдайым жаңағы беттерін қайтарып отырды да олар. Сондықтан да екі жарақат бір-бірін тапты. Үшіншісі, айта кететінім, жаңағы Эринді тұлға ретінде кәдімгідей қадірлейді жаңағы адамдар. Өте қатты, шын жүректен кәдімгідей ризашылығын білдіріп, айтып, кәдімгідей өте жақын қарым-қатынасқа түскенін байқаймыз. Менің ойымша, Эрин бұл жерде тек қана ананың рөлі емес, әйелдің рөлі емес, кәдімгідей кәсіби жақсы адам, маман ретінде өзін кәдімгідей басқа рөлде көре алды. Менің ойымша, бұл әр адамға өте маңызды нәрсе да. Мен бір андай, енді ол бірақ тырнақтың астынан кіріздеу емес, бірақ бір өзімде сұрақ бар, соны айтпасақ, мен өзім ойлаймын, біздің көрермендер, егер кино көретін адамдар болса, немене бұлар сол Эринді мақтап жатыр, 3 баласын танымайтын еркекпен қалдырды. Шын ғой, енді оны ол да кәдімгі бір, мен ана болғандықтан өзіме ойбай деп айттым басында бұны көрген кезде. Қалай сенің ойың психологиялық жағынан бұл қандай бір жағынан неге ол солай істеді? Содан бұл жерде ол енді дұрыс па дұрыс емес деп біз айтамаймыз, әрине, бұл өмір. Бірақ бұл жердегі қандай себеп болды деп айтуға бола ма? Қандай себеп осылай танымайтын кісімен 3 баланы қалдыру? Ол білмейді ғой енді, ол шын керек. Ол жақсы адам ба? Ол енді жақсы адам болып шықты. Тисе ма, теспей ма балаға. Ол енді оны біз, сен айтып жатқанда, кепіл жоқ. Кепіл жоқ. Менің ойымша, ең басты проблема алдындағы нянядан басталды деп ойлаймын. Өйткені няняның өзінің жаңағы баласы ауырып қалған кезде, или өзі ауырып қалған кезде жаңағы балаларды итермелеп біреуге әйтеуір апарып лақтырып кетсе салғысы келді ғой. Сол кезде жаңағы көршісі қабылдап алады ана балаларды. Что это значит? Привет, мам. Привет. Голодны? Как они тут оказались? Я ездила к няне. Да, она заехала сюда, сказала, что ее куда-то вызвали и оставила детей. Эрин ана қайт іздеп келген кезде балаларын таба алмай үйге келіп, сол кезде көршісімен бірге тауып алады. Бұл бірінші қателік. Өйткені жаңағы таңдаған няня ол кәдімгідей тұрақты няня мамаң емес екенін көреміз. Сондықтан да мен өзім ойлаймын да, адамдар өздерінің жұмыстарын жақсы жасаса, вообще ешқандай проблема болмаушы еді. Бірақ бұл деген енді соның деңгейіндегі проблемалар ғой. Ол енді шыны жақсы няня табу деген ол кәдімгі жұмыс. Жұмыс, жұмыс кәдімгі. Екіншіден жаңағы ер адамға сену дейсің. Менің ойымша бұл да үлкен қателік. Біздің де Қазақстанның қоғамда көп проблемалар бар ғой. Мысалы, ата-анасы жұмыс істеп, үйде балаларын қалдырып кетеді. Сол кезде өрт болған жағдайлар да болды да, мысалы газ жарылып, атылып деген сияқты. Сол кезде енді сол сәттерде өзің ойлайсың да, блин, ақша қуғанның артынан баладан айырылып қалды ау деп жаның ашиды өте қатты. Енді бұны комментировать ететін прям өте қиын нәрсе, бірақ мен тастап кетпеуші едім. Өте қиын нәрсе. Мен тіпті ана итті, өзім ит алым келді үйге, сол кезде ойлаймын, саған ертең командировка болса, кіммен қалады бұл? Кім оны қыдыртады? Мысалы, тіпті мен ойлап қоямын, мен мүмкін жұмысқа барып, далаға байлап кетсем не болады екен? Или спортзалдың алдына барып, сол кезде ойлаймын, ужас, қой айналайын болмайтын ау деп. Тіпті жануарға да ондай қатты жаның ашиды ғой, мен қалай қалдырып кетемін, ертең менсіз қалай жүреді бұл. Бұл енді бұл жерде енді әрине бұл кісінің өзінің бір өмірі ғой енді. Ол қатты қиналған уақыты, шыны керек. Қатты қиналған, оны былай кинода көрсетпейді, бірақ андай мыңдаған деген қарыздары бар, бала-шағалары қарны аш. Төленбеген. Ол енді бәрін, оны шыны керек, бар бәрі. Бірақ егер ондай жағдайлар болып жатса, мен ойлаймын енді бір істегеннің алдында
1000 рет ойлан. Сондықтан ол танымайтын адаммен қалдыру, өзінің бір няня болсын, оларды шыны керек, оған егер осылай кішкене инфантильный ғой енді ол, инфантильный поступок деп айтуға бола ма? Иә, болады. Мысалы, енді түрлі елдерге барған кезде әрдайым сұраймын да, мысалы, қоғамда, тұрмыста қандай ережелер бар балаларға қатысты. Көбінесе балаларды жалғыз қалдырмау ережесі бар екен. Ол сонда Ол прям міндет. Тіпті көршілері көріп қалса, ана сотқа бере алады. Иә, сотқа бере алады. Мен де сондықтан ол енді бұл кинода ой сөйтіп істеді, Эрин мен де сөйтіп істейді. Енді кім біледі, өмірде ойлайды. Бұл жерде тағы енді бір айтып кеткенім, интуиция деген бар. Әрине адам сену бар, Құдайға сену. Енді соған Эрин сенген шығар, өзінің интуициясына сенген, өзінің бір Құдайға сенімі деген сияқты. Сонысын қайтадан айтып кетеміз, өте қиналған уақыты. Өте қиналған. Сондықтан ол бұндай жағдайды жасағысы келді ме, сол кезде қандай ойы болды, неден өтті сол үшін бұл адамға сену деген сияқты қандай, оны біз білмейміз. Ол енді өмір өзінің ретіне келтірді бұл Эриннің өмірін. Біз енді кішкене бұл жерді қорытындайтын болсақ, айтып кеттік батыл деген сөзді. Даусы шықты Эриннің, сен айттың осы неге адамдармен сөйлесіп жатқан кезде ол өзін қарады. Сосын сен айттың, ол мүмкін өзінің өмірде көптеген нәрсеге көзін жауып, аузын жауып жүрді. Сонда мен сен айтып жатқан кезде өзім ойлаймын, дауыс шығу үшін сен бірінші мынандай тыныштықта болу керек екенсің ба деген. Тыныштық дегенде тыныштық емес, енді как промолчать дегенде. Көптеген нәрсеге көзіңді жұмып, сол кезде ашуың пайда болғанда даусың жарық болып шығады. Сол кезде бір әрекеттерді жасап, истерия жоқ қой, енді былай қарасаң, енді бар арасында. Бар, арасында бар, бірақ енді өзінің даусынан қорықпай, өзінің ойынан қорықпай істеген әрекеттер біз көріп тұрмыз, бір сыйлықтарға, өмірдің сыйлықтарына әкеп соқты. 2 миллион дегенде аяғында, егер сіздер киноны көрмеген болсаңыздар, аяқ жағында спойлер деп айтайын, ол аяғында кәдімгі бір өте ақшалай сыйлық алады, өзінің өмірін басқаша бетке бұрып, басқа өмірге лайық екенін сеніп, сол жерге қалай. Қалай қорытындаймыз? Бет қайтарудан қорықпаңыз дегім келеді. Бет қайтару негізі адамды қатты есейтеді деп ойлаймын. Өйткені сен кәдімгідей өзіңнің ішіндегі эгоңмен кездесесің да. Сол эгоңмен күресу ол кәдімгідей үлкен талай жұмыс. Ер адам қызға жоқ десе, қыз ер адамға жоқ десе де, бәрібір кейбір адамдар мысалы бас тартып қалуы мүмкін, кейбіреулері одан сайын, окей, бұл деген бір ғана тәжірибе, бұл мен өмірім бітіп қалмайды деген сияқты әрі қарай жалғасын тауып жатады. Сондықтан да менің ойымша бұл мысал кәдімгідей жалғыз басты қалып қойған әйелдер немесе ер адамдардан үмітін үзген әйелдерге арналған кино деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде өте жақсы хэппи-энд. Мен ойлаймын, енді бұл кино шын керек әр көрермен өзіне бір тақырыптарын табады. Мен көруге кеңес берем, шын. Өйткені бұл жерде адамның талпыны, адамның батылдығы, адамның өзіне сенуі қандай іс-әрекетке алып келетінін көрсетеді. Сондықтан тағы да айтып кетейін, бұл шынайы болған нәрсе. Сондықтан бір қараған кезде, бұл да өмірде болады екен. Қорықпай, өздеріңіздің ойларыңызды асыра беріңіздер, алдыға жүре беріңіздер. Сосын егер жоқ десе, бұл тек қана бір ғана жабылған есік, онда есіктер көп болады. 10 есік жабық болса, 11-ші есік міндетті түрде ашылады. Солай бағдарламасы.